Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз сот актілерін қайта қарау, қалпына келтіру бойынша өндіріс және халықаралық процеспен бұзылған құқықтарды қорғаудың соттан тыс тәсілдері деп аталады. Бұл тақырыпта қарастыратын сұрақтарымыз бұл заңды күшіне енбеген шешім мен сот ұйғарымдарына апелляциялық шағымдар жасау, шағым мен наразылықтың мазмұны, екінші сатыдағы сотта істерді қараудың мерзімі мен процессуалдық тәртіптері, бірінші сатыдағы соттың ұйғарымдарына шағым жасау, прокурордың өтініш хат келтіруі, жеке шағым беру, заңды күшіне енген шешімге ұйғарымға апелляциялық қаулыға кассациялық тәртіппен наразылық білдіру, өтініш хат, яғни істердің кассациялық тәртіппен қарайтын соттардың, сондай-ақ сот актісін кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы және кассациялық наразылық келтіру туралы өтініш хаттардың мазмұны. Апелляциялық қараудың нысаны бұл апелляциялық шағымдар, наразылықтар бойынша апелляциялық сатыдағы сот істе бар және қосымша табыс етілген материалдар бойынша істің нақты мән жайының анықталуы, материалдық құқық нормаларының қолданылуы мен түсіндірілуінің дұрыстығын, сондай-ақ істі қарау мен шешу кезінде азаматтық іс жүргізу заң нормаларының сақталуын тексереді. Істі қарау мерзімдері бұл іс апелляциялық сатыда, ол бірінші сатыдағы соттан кейін келіп түскен бастап 1 айлық мерзімдерден кешіктірілмей қаралуы тиіс. Іс талқылауының басталуы төрағалық етуші апелляциялық сатыдағы соттың сот отырысының ашып, қандай да іс, кімнің шағымы немесе наразылығы бойынша және қай соттың шешімі қаралып отырғанын, сондай-ақ апелляциялық сатыдағы соттың құрамын және егер істің қаралуына қатысып отырса, прокурорды, сарапшыларды, мамандарды, аудармашыларды хабарлайды. Соттың іске қатысушы тұлғалардың арыздарын шешуі, ішке қатысушы тұлғалардың апелляциялық сатыдағы істі қарауға байланысты барлық мәселелер бойынша арыздар мен өтініштерін сот іске қатысушы басқа тұлғалардың пікірін тыңдағаннан кейін шешеді. Сот жарыс сөзі мәні бойынша қаралып біткен соң, төрағалық етуші тараптар мен өкілдерден оларды жасайтын өтінімдер мен толықтырулары туралы сұрайды. Апелляциялық қаулы шығару. Апелляциялық қаулы кеңесу бөлмесінде шығарылып, оған судьялардың барлық құрамы қол қояды және судьялар кеңесу бөлмесінен қайтып келген соң отырыс залында жарияланады. Қаулы істі бірінші сатыдағы сотқа қайтару, бұл апелляциялық сатыдағы сотты іс қаралғаннан кейін оны бірінші сатыдағы сотқа қайтары. Алқабилердің қатысуымен сот шығарған заңды күшіне енбеген үкімдер мен қаулыларға шағым жасауды және наразылықтар білдіру, бұл алқабилер қатысқан соттың заңды күшіне енбеген үкімдері мен қаулыларына шағым жасауды, наразылық білдіруді және қылмыстық іс жүргізу кодексінің 8 бөлімінде көзделген ережелермен айқындалады. Олардың өз ерекшеліктері мынадай болып келеді. Алқабилердің апелляциялық тәртіппен шағым жасау және наразылық білдіруге келесі шешімдері жатады. Яғни алқабилер қатысқан сот үкімдеріне, төрағалық етушінің істі тоқтату туралы қаулыларына, төрағалық етушінің басты сот талқылауының тағайындауында, істі алдын ала тыңдауды жүргізу, алдын ала тыңдау нәтижелері бойынша шығарылған қаулыларына, айыпталушыға бұлтартпау шарасын қолданудың немесе қолданбаудың негіздері туралы және егер бұлтартпау шарасы таңдалса, оның түрлерінің негізділігі немесе негізсіздігі туралы мәселені қарауға міндетті. Төрағалық етуші шығарған басқа қаулылар шағым жасау және наразылық білдіруге жатпайды. Алқабилердің қатысуымен сот қараған істерді апелляциялық сатыда іс жүргізу ерекшеліктері бар. Апелляциялық сатыдағы соттың іс жүргізуі заңды күшіне енбеген шағым жасау мен наразылық білдірулердің, алқабилердің шығарған үкімдері мен қаулылары заңда көрсетілген тәртіппен қайта қаралады. Апелляциялық сатыда сот шешімдердің күшін жоюға немесе оларды өзгертуге, біріншіден, істі аяқтау үшін айтарлықтай маңызы болуы мүмкін жол берілетін дәлелдемелерді талқылаудан негізсіз деп алып тастау. Екінші, істі аяқтау үшін айтарлықтай маңызы болуы мүмкін дәлелдемелерді тараптың зерттеуінен негізсіз бас тарту. Үшіншіден, істің аяқталуына әсер еткен дәлелдемелер ретінде пайдалануға жол беруге болмайтынын іс жүзіндегі деректерді сот отырысында зерттеу. Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 415 бабының 3 бөлігінде көрсетілген қылмыстық іс жүргізу заңын елеулі түрде бұзу негіз болып табылады. Апелляциялық саты сотталған адамда онша ауыр емес қылмыс туралы қылмыстық заңды қолдануға және жасалған әрекеттердің дәрежелерінің өзгеруіне сәйкес жазаны жеңілдетуге құқылы. Бұл ретте апелляциялық саты неғұрлым ауыр қылмыс туралы қылмыстық заңды қолдануға немесе тағайындалған жазаны ауырлатуға құқылы емес. Алқабилер қатысқан соттың заңды күшіне енген үкімдері мен қаулыларына қадағалау тәртібімен қайта қаралады. Алқабилер қатысқан соттың заңды күшіне енген үкімдері мен қаулыларын қайта қарау сот тергеуі немесе сот талқылауы кезінде жіберілген конституциялық құқық бұзушылықтар мен азаматтардың бостандығы немесе дұрыс қолданылмаған заңдар негізінде бола алады. Яғни кінәсіз соттауға орташа немесе
аса ауыр қылмыс жасады деп айыпталған адамға қатысты ақтау үкімін негізсіз шығаруға немесе істі негізсіз қысқартуға, жәбірленушінің сот арқылы қорғалуға құқығынан айыру, сотқа тағайындалған жазаның қылмыстың ауырлығы мен сотталған адамның жеке басына сай келмеуі, сондай-ақ соттың заңды күшіне енген актілері қайта қаралуға жатады, егер сот актісі мемлекеттік немесе қоғамдық мүдделерді, мемлекет қауіпсіздігін қозғаса немесе адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін орны толмас салдарға әкеп соқтыруы мүмкін болса, адам өлімі жазасына сотталған үкім апелляциялық қарау нысаны болмаса қайта қаралады. Өлім жазасы туралы заңды күшіне енген үкімдер де өлім жазасын орындауға мораторийдің күші жойылғаннан кейін ғана қайта қаралуы мүмкін. Айыптау үкімі мен қаулыны қадағалау тәртібімен қайта қарауға мынадай жағдайларда жол беріледі. Неғұрлым ауыр қылмысты қолдану қажеттілігіне байланысты жазаның жеңілдігіне қарай немесе сотталған адамның жағдайын нашарлатуға соқтыратын жағдайлар, соттың ақтау үкімін немесе қылмыстық істі қысқарту, сондай-ақ алқабилердің қатысуымен қаралған сот Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізудің жаңа системасы болып табылады. Онда қоғамның қажет және талап еткені демократизм принципі негізінде жүзеге асырылады. Сот алқабилердің қызметіне кіріскеніне аз уақыт болғанына қарамастан, сот тәжірибесінің алқабилермен қарастыруына, істі тәртіп бойынша жүргізуге әртүрлі қиыншылықтар мен жаңа заңда орнықтырған заңдар әсер етеді. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексі және қылмыстық іс жүргізу кодексінде көзделген ережелерге сәйкес заңды күшіне енбеген Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының шешімдерінен басқа бірінші сатыдағы сот шешімдеріне апелляциялық тәртіппен шағым жасалуы мүмкін. Сот шешіміне апелляциялық шағым жасау құқығы іске қатысушы тараптар мен басқа тұлғаларға тиесілі. Наразылық келтіру құқығы істі қарауға қатысушы прокурорға тиесілі. Қазақстан Республикасының бас прокуроры мен оның орынбасарлары, облыс прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар мен олардың орынбасарлары, аудандардың прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар мен олардың орынбасарлары өзінің құзыреті шегінде істі қарауға қатысуына қарамастан сот шешіміне наразылық келтіруге құқылы. Апелляциялық шағымдар мен наразылықтарды бірінші аудандық және оларға теңестірілген соттар шығарған шешімдерге, облыстық және оларға теңестірілген соттың азаматтық істер жөніндегі алқасы, екіншіден облыстық және оларға теңестірілген бірінші сатыдағы соттар шығарған шешімдерге Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының азаматтық істер жөніндегі алқасы қарайды. Шағымдар, наразылықтар, шешім, қаулы шығарған сот арқылы беріледі. Тікелей апелляциялық сатыларға келіп түскен шағымдар, наразылықтар осы кодекстің осы бабы 2 бөлігінің 338 бабының талаптарын орындау үшін шешім шығарған сотқа жіберілуге тиіс. Шағымдар, наразылықтар іске қатысушы тұлғалардың санына қарай көшірмелерімен қоса сотқа беріледі. Қажет болған жағдайларда судья апелляциялық шағымды немесе наразылықты берген тұлғаны, апелляциялық шағымға немесе наразылыққа қоса тіркелген жазбаша айғақтарды іске қатысушы тұлғалардың санына қарай көшірмелерін беруге міндеттей алады. Шағым, наразылық сот түпкілікті түрде шешім шығарғаннан кейін 15 күн ішінде берілуі мүмкін. Істі қайта қарау кезінде шығарылған шешімге жалпы тәртіппен шағым жасалуы, наразылық келтірілуі мүмкін. Апелляциялық шағымда немесе наразылықта біріншіден шағым немесе наразылық жолданатын соттың атауы, екіншіден шағым жасайтын немесе наразылық келтірген соттың атауы, тұлғаның атауы, үшіншіден шағым жасалатын немесе наразылық келтіретін шешім және сол шешім шығарған соттың атауы, төртіншіден істі қараудың дұрыс еместігі неде екендігін көрсету, бесіншіден заңдарда және өзге де нормативті құқықтық актілерде және материалдарға сілтеме жасай отырып, шешімнің заңсыздығы мен негізсіздігі неде екендігінің негіздеп көрсетілуі, алтыншыдан шағым жасайтын немесе наразылық келтірген тұлғаның шағымды немесе наразылықты толық немесе бір бөлігінде келтірілетін және қандай өзгерістер енгізуді талап ететіндігін көрсетуі, жетіншіден шағымға немесе наразылыққа қоса тіркелген құжаттардың тізімі, сегізіншіден шағымды наразылықты беру және шағым наразылық берілетін адамның қолы болуы тиіс. Шағымға мемлекеттік баж төленгендігін растайтын құжаттар да қоса тіркеледі. Яғни өкіл берген шағымға сенімхат немесе іске осындай өкілеттік болмаса, өкілдің өкілеттігін растайтын өзге де құжаттар іске қоса тіркелуі тиіс. Апелляциялық шағымда немесе наразылықта айғақтарына апелляциялық шағым немесе наразылық бойынша дау айтылған куәлерді шақыру туралы өтініш те болуы мүмкін. Апелляциялық шағым наразылық берілетін тұлғаның бірінші сатыдағы сотқа табыс етілмеген жаңа айғақтарға сілтеме жасауына, тек шағымында олардың бірінші сатыда сотқа оларды табыс етуге мүмкіндік болмауы негізделген жағдайда ғана жол беріледі. Апелляциялық шағымдар наразылықтар бойынша апелляциялық сатыдағы сотта істе бар қосымша табыс етілген материалдар бойынша істің нақты мән-жайының анықталуын, материалдық құқық нормаларының қолданылуы мен түсіндірілуінің дұрыстығын, сондай-ақ істі қарау мен шешу кезінде азаматтық іс жүргізу заң нормаларының сақталуын тексереді.
Апелляциялық сатыдағы судья апелляциялық шағым немесе наразылық келтірген істі алғаннан кейін бірінші сатыдағы соттың осы кодекстің 338 бабының талаптарының орындалуын тексереді. Істің материалдарын, апелляциялық шағымның, наразылықтың дәлелдемелерін және оларға қоса берілген материалдарды зерделейді. Істі белгіленген мерзімде қарау мүмкін болмаған жағдайда іске қатысушы адамдарға істі қараудың жаңа мерзімі туралы хабарлайды. Апелляциялық сатыда ол бірінші сатыдағы соттан келіп түскен күннен бастап 1 айлық мерзіммен кешіктірілмей қаралуы тиіс. Апелляциялық сатыдағы сот шешімді өзгеріссіз, ал шағымды немесе наразылықты қанағаттандырмай тастауға, бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгертуге, бірінші сатыдағы сот шешімінің күшін жоюға және жаңа шешім шығаруға, сондай-ақ кодекстің 364 бабында көзделген материалдық немесе іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылғандығы анықталған жағдайда шешімнің күшін жойып, істі бірінші сатыдағы сотта қайта қарауға жіберуге, сондай-ақ кодекстің 247-249 баптарында көзделген негіздер бойынша шешімнің толық немесе бір бөлігіндегі күшін жоюға және іс бойынша іс жүргізуді қысқартуға немесе арызды қарамай тастауға құқылы. Апелляциялық тәртіппен соттың шешімінің күшін жоюға немесе оны өзгертуге, біріншіден, іс үшін маңызы бар мән-жайлар шеңберінің дұрыс анықталмауы және дұрыс айқындалмауы, екіншіден, бірінші сатыдағы соттың белгіленген іс үшін маңызы бар мән-жайлардың дәлелденбеуі, үшіншіден, бірінші сатыдағы сот шешімінде баяндалған қорытындылардың істің мән-жайына сәйкес келмеуі, төртіншіден, материалдық нормалардың немесе іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы негіз болып табылады. Мәні бойынша дұрыс шешімнің күші бір ғана үстірт пікірлер бойынша жоюға болмайды. Яғни апелляциялық қаулы бұл кеңесу бөлмесінде шығарылады, оған судьялардың барлық құрамы қол қояды және судьялар кеңесу бөлмесінен қайтып келген соң отырыс залында жарияланады. Сот осы баптың бірінші бөлігінің талаптарын сақтай отырып, қаулының қарарлық бөлігін шығара алады. Бұл жағдайда қаулының толық мәтіні істі қараған күннен бастап 5 күндік мерзімде жазылып, оған барлық судьялар қол қояды. Бұл тақырып бойынша барлық сұрақтарды қарастырдық. Назарларыңызға рахмет.